Қыз зорлау жазасы қоғам күткен деңгейден әлде қайда жеңіл. Мәжіліс депутаттары осы олғылықты айтып заңдағы жауапкершілікті күшейтуді ұсынды. За похищение невест мы до 10 лет сделали. Қалыңдықты алып қашқан үшін жаза 10 жылға дейін күшейтілді. Ал зорлау қылмысы үшін небәрі 3 жылдан 8 жылға дейін ғана жаза қарастырылған. Бұл заңдағы үлкен олқылық. Біз енді бұл жауапкершілікті күшейтуіміз керек. Мен әріптестеріме ұсыныс айтамын, және өзімде зорлау қылмысы үшін жауапкершілікті күшейтуге бастама көтеруге дайынмын. Меніңше, бұл әлде қайда ауыр қылмыс. Кеше мемлекет басшысы ұлттық құрылтайда қыз алып қашуда адам ұрлаумен тең қылмыс әрі тұтас ұлттың абырой беделіне нұқсан келтіретін жабайы әрекет деп мәлімдеді. Президенттің пікіріне Шымкентте 21 жастағы Нұрайдың кісі қолынан қаза тауы себеп болғаны белгілі. Қоғамды дүр сілкіндірген осы оқиғаға бүгін мәжілісте де талқыланды. Депутат Мұрат Әбеновтың айтуынша мұндай жағдайға құқық қорғау органдары тарапынан кеткен өрескел кемшіліктер жол ашып отыр. Ол полицейлердің әрекетін сауатсыздықпен немесе жемқорлықпен байланыстырады. Мәжбүрлеп некеге тарту. Ол бойынша 3 жыл, 5 жыл, 10 жылға дейін сотталу керек. Бірақ статья бар. Бірақ Шымкенттің полициясы оны біле тұра қыркүйектен бастап іске асты. Бірақ полиция неге қабылдамаған білмеймін. Білмеуі мүмкін сауатсыз. Жүре берген бұрынғы заңмен. Екінші, ішкі табиғатынан оны қылмыс деп санамайтын полицейлер көп өкінішке орай. Енді қайтер екен оны өздері шешеді ғой деп.